Бәріңізден достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай және де Аян Кизет. Бүгін бізде өте керемет контент. Бүгін біз 2 килограмм тамақ жейтін боламыз. Бүгінгі біздің басты геройымыз Аян. Қазір жалама видео барысында көретін боламыз. Алдымен видеомызды бастап алайық. Жалпы айтқан құрметті көрермендер, бізде 2 килограмм жеп қою емес төленің 2-ші сезонының 4-ші бөлімі. Аян бауырымызбен. Қалай Аян, жағдай жақсы ма? Аман есен? Шымкент орнында ма? Орнында. Арнайы осы Аян бауырымыз үшін Шымкент қаласына келдік. Бүгін Аян бауырымызға 2-ші сезон арқылы неше килограммды, неше минутта жейтін қазір бірге тамашалайтын боламыз. Алдыменен жақсы бір ресторанға жайғасып алайық. Сен бізге Шымкенттегі мен деген жерге апарсай. Шымкенттегі мен деген жерде ол медицина деген жоқ кезінде. Кеттік па? Кеттік, алашасы. Айда. Кіріп алдық. Аян 2-ші сезонда алғашқы рет, сол себепті мен сен ережені таныстыра кетейін. Менюде бірінші не тамақ заказ беретін таңдап аласың. Не тамақ? Пельмен ба? Пельмен. Енді сенің алдыңа біз ол пельменнің сен неше килограммын неше уақытта жейтініңе вариант беріледі. Сенің алдына 6 түрлі таңдау бар. 6 түрлі таңдауда әрқайсысы 10 минуттан 300 граммнан тамақтар жазылған. Яғни 10 минутта 300 грамм, 20 минутта 600 грамм деген сияқты 2 килограммға дейін 1 сағат уақытың бар. Ал таңда пельменді қанша килограмм заказ берейік? Апам табаш пісірді. Санап көрсем 12. Қайсынан дейсің? Апсырғым. Бағы көзімен мынау жылы болып көрініп тұр да? Да, Ал бірінші өзің көресің, камера көрсетесің. Йо-майо. Негізі 2-ші сезонда бізде бұл кездесті, тағы да 2-ші рет келіп тұр. Ну ничего. Әдес деген жоқпыз? Таңдады сол. Бұдыр. Пельмен ауысырсам бол ма пельменнен? Жоқ, ауыспайсың болды. Сол себепті мен бірінші тамақты сұрап алдым ғой. Пельменді тоймай қаламын бір сұрайға пельменге. Тоймай қаласың ба, тоясың ба, 10 минутта 330 грамм жесең, тесін деген сенікі. Алдына ас қойдық. Ойлап қалмадық, мынау 330 грамм емес қой деп. Достар, бұл бізде 150 грамм. Осыдан тағы да біреу келу керек. Бірінші осыны жеп бітіріп алсын. Оларса сенде 10 минут уақыт бар. Бізде уақыт басталды. Таяқ жерге. Ойбай, бісміллә. Емалы, шашым зың еді қалды. Оларса достар, мінекей уақыт бізде 10 минутта басталды. Таяқ жерге тасталды. Аспай жібесең болды, не асашы? Бізде 2 порция бар. Порция бар, мынау бірінші порциясы қазір осыдан кейін тағы бір порция келеді. Қазір сіздер ойлап қалмаңыздар, пельмен деген екен анау сорпасымен қойып, ничесіне қойып, сорпасы ішіп қоя салады. Жоқ, достар, специально біз осылай қоюын ғана алдырдық. Мынау дайындалу стилі қорқынышты ғой. Ет бауыздап жатқандай ғана, құдай-ай. Жегеннен кейін бүйтіп жеу керек та. Қайтып. Жегеннен кейін бүйтіп. Все, басталды ма? Кетті ал. Сөздермеге бізде 3 минут уақыт өтіпті. Жотам, қалай отыр? Почти уже 3 минутта бір порцияны бітіргенде қапты. Мен дайындалмай едім. Олар бірден түсіреміз деп қалды. Одан бір 4 сағат алдын тамақ берем едім. Ештетті. Бұл осы видеоға қатысқан адамдардың причинасы. Тойып келдім, тамақ жеп алған едім. Бәрі келді, 4 минутта бір порция бітті. Екінші порциясы. Ал достар, қызық болайын деп тұр. Бізде кішігірім пранк, жаңа көрдіңіздер ғой, Аян 300 грамм төгеміз қой, қарным тоймай қалады ғой дегеннен кейін, достар, бізде жаңа бірінші жегені 150 грамм болса, екінші порцияға 300 грамм алдырдық. Ал Аян шок болмау үшін, жаңа сенің бірінші жегенің 100 грамм, екінші алдырғанымыз 200 грамм, екеуін қосқанымызда 300 грамм жейтін боласың деп сендірдік. Ал енді дальше не болатын бірге тамашалайық.
болды аян 3,5 минут. Че там? Әжелер 10 шақты ғана пельмен қанша? Көп 10 шақты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ойбай жаңа жеп қоям. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 330 ну, басқа жоқ кеттім, может, сөйт қалдым, әйнем. Екі, бір, потолок. Бізде екінші сезонның алғашқы ойыншы уақытына дейін доконца отырған 330 грамм. Ай, не болды? Ойбай жаңа жеп қоям, аспан төңгерем. Білмеймін, 330 грамм деген, мен көз алдыма басқаша леззет ше. 330 грамм деген осындай болмаса білмеймін. Или мен басқа білесірем ба. Білмеймін, көздері ғой, 1 килограмм жеп тастаған сияқты болып көрініп тұрды, бірақ білмеймін. Достар, өздеріңіз не дейсіздер, қараңыздаршы. Алдына 2 порция тамақ қойдық. 330 грамм бірге келістік, өзі таңдады. Білмеймін, қаным. Аян, ұтып қалдың ғой, 5 мың теңге аян. Şu майлығын... Негізі түріне қарап мен ойлағам, мен әшейін ғой, 10 минутта. Қарым бар ғой, жиялан сияқты мұны мен ойлаймын. 330 грамм деген бүйт түсінбей аққа жоқ, не отырған? Жаңа, не ғой, 5 минутта наличка, Каспий қалай бересің өзі, былай. Каспий болса, кәс чегін көрсетейік, наличка болса, кәс қойса. Ит бөгілдірет тап бар ғой. Жоқ, мазақ жоқ ғой, отылда 5 минут теңгесін беріп жатыр. Молодец. Тоқсан ағам ғой, болды конкретно ғой, сосын айыршы да. Молодец. Мадина, жаман ауыр. 10 теңге саған. Не үшін? Стасай? Не үшін? Стасай? Астап тұрмын ал, не үшін? Не үшін деп ойлайсың? Прикол стаппасы. Так, қаншқына көрермендер, өткен естеріңізде осында 2 килограммды мен пранкқа іліндім, бұл жолы мен Аянда пранкқа ілінген келіп тұр. Яғни айтқанда, Аян негізі сен молодец. 10 минуттың ішінде 330 грамм тамақты әшейін жеп қойды. Мына жерде негізі 330 емес, одан да көп грамм берді. Мен специально просто сен тексердім келіп, одан да көп жеп қоятын шығар бұл деген сияқты. Мына жерде, короче, 500 грамм ғой негізі. Бірақ сен уже 330-ын жеп қойғасын. Түсіндің ба? Так что, красавчик. Сен маған 5 бердің ғой? Үстіне 5 мың қосып бердім бірі. Сенің жеңісің. Так что, молодец. 10 минутта, нешінші минутта жеді? Екінші порциясының бір 8-ші минутында ма, короче, жеп бітірді ғой. Так что, достар, челленджін өзінің спортын жеңді. Отто 5 минут теңгесін табыстадық. Молодец. Майлы екен, қойдың еті мен қойдың құйрығы қосылама. Бәрі бұл да не сияқты ғой, мант сияқты ішінде еті бар, анау жоқ, ішінде қойдың құйрығы қосылған. Сезіп қоясың, ә? Сезіп қойдың. Ничего, главное, жеңіс ұттың ғой, 5 теңге қалдыңда. Так что өкпе ренжіп болмасын. Оқырманға айтар бір-екі сөзің болса. Достар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қалай қосып ұмытпаңыздар, ал достар, біз осындай керемет үлгімен қоштаспаймыз. Жай ғана кездескенше аман, сау болыңыздар.